Атилла 400-453 жылдары өмір сүрген ғұн билеушісі, тарихи тұлға. Атилланың есімі ғұндардың батыс елдерін бағындырған жеңімпаз жорықтарымен байланысты. Осы жорықтар нәтижесінде ғұндар Еуразия кеңістігінде көшпелілер империясын құрды. Ол Батыс ғұн империясының тағына 434 жылы отырып, 10 жылдай немере ағасымен бірлесіп билік жүргізді. Ал 445 жылдан бастап Батыс ғұн империясының билігі оның өз қолына көшті. Ғұндардың Еуропаны жаулауы Баламер патшаның тұсында басталып, Атилла тұсында күшейді. Ол Еуропаны, Африканың солтүстік бөлігін, Батыс Азияны қамтыған Рим империясын өзіне бағындырды. 451 жылғы Франция жеріндегі Каталун шайқасы тарихта 5 ғасырдың ұлы оқиғасы деп аталады. Бұл шайқаста 200 мың адам мерт болған. Осыдан кейін Атилла Рим империясының орталық бөлігін талқандап, императордың қарындасын және оның жасауы деп Римнің қазынасын алады. Осы жеңілістен кейін Рим империясы қайта оңалмады. Империяның шығыс бөлігі Византия атанса, батыс бөлігі ұсақ мемлекеттерге бөлініп, ыдырап кетті. Осылайша қазіргі еуропалық мемлекеттер жеке-жеке иеліктерге бөлінуін бастайды. Атилла көп елдерді жаулап алғанымен, қалалар мен мәдени ескерткіштерді қиратуға жол бермеген. Соның ішінде мәңгі қала атанған Рим қаласы Атилланың бұйрығымен қиратудан аман қалады. Рим тарихшысы Приск Панониядағы Атилланың ордасын былайша сипаттады. Біз бірнеше өзендерден өтіп, Атилланың сарайы тұрған үлкен ауылға келдік. Алып қала, сарай биік дуалмен қоршалған. Сарай шеберлікпен өңделген. Биік мұнаралардан патша сарайының сәнін келтіріп тұр. Мені аппақ тастан қаланған монша ерекше таң қалдырды. Атилла жаулап алған қалаларында осындай қоршалған бекіністерге айналдырып, күшті қамал етуді мақсат етті. Қорыта айтсақ, ғұндар Еуропа аймағына енгеннен кейін құл иеленуге негізделген Рим империясы ыдырап, Еуропада феодалдық мемлекеттер пайда болды. Атилла бейнесі кескінделген алтын және күміс ақшалар шығарылып, қолданысқа енгізілді. Бабамыз батыр еділді, еділ кімнен жеңілді? Көндірген екен ырқына, сонау төменгі жатқан көп елді. Қарсыласқан талай тобырлар ат артына теңделді. Кезекті күні келгенде, мынау 5 күндік дүниеден ол да өтіп жөнелді. Біздің заманымыздың 453 жылы Атилла қайтыс болғаннан кейін Батыс ғұн империясы ыдырады.